Шымкенттің пробкасы Алматының пробкасына қарағанда айналайын ғой негізі. Осы пробканы шешудің бір-ақ жолы бар, кольцевойлар соғу. Дәл қазір мына жерде кольцевой соғып жатыр. Яғни бизнесте де тура сондай. Әр бизнестің өзінің бана узкий горлышкасы бар, келіп тіреліп қалады бүкіл процесстер. Соны әшін ашып жіберсең, бизнесің жүріп кетеді. И менің бизнесімде осындай пробка именно монтажда болған. Яғни съемка жасалады, и монтажға келген кезде сол түсірген адам монтаждайды, сондықтан да ол келесі съемкаға кетіп қалады, сөйтіп процесстер бірінің артынан бірін бүйтіп тоқтатып тұрады. Сөйтіп анау клиентке қарыз болып қаласың, келесі клиентке қарыз болып қаласың. Пробканы шешудің осындай кольцевойы менде монтажды бөлек компанияға тапсыру болды. Бөлек компания аштық, монтаж соған бердік. Бірден узкий горлышко бүйтіп ашылды, и табыс ағыны түсе бастады. Любой бизнесте осындай узкий горлышко бар. Сенің узкий горлышкаң қай жерде екенін білу үшін видеоның комментариясына горлышко деп жаз. Мен саған сол проблеманы шешетін видеоны жіберем. Сонда көріскенше.